Сәлеметсіздер ме, әділ қазы алқалары? Менің ашық университет номинациясы бойынша білім беру ортасын дамытудың жаңа көкжиегі атты жобамды ұсынамын. Мен Астана қаласының Дарын 2 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернатының 10 сынып оқушысы Үкібай Тоқжан. Біздің ашық университетімізде бір мақсат, бір мүдде. Ол ата-ана мен мектеп ынтымақтастығы. Ең маңыздысы ол ата-ана мен мектептің арасындағы байланыс болып табылады. Ата-ана мен мұғалім арасындағы ынтымақтастық баланың жан-жақты дамуына, тәртібі мен үлгерімінің жақсаруына тікелей әсер етеді. Себебі бала тек мектепте емес, үйде де тәрбиеленеді. Біздің ортақ мақсат саналы, білімді, тәрбиелі ұрпақ қалыптастыру болса, ортақ мүддеміз оның болашағына берік негіз қалау болып табылады. Сонымен қатар біздің ашық университетімізде өзін-өзін басқару көшбасшылық мектебі болады. Біздің мектеп парламенті ол тек қана ұйым емес, ол балалардың үндеуін тыңдайтын және олардың ұсыныстарын жүзеге асыратын ашық алаң болып табылады. Тәртіп және оқу министрлігі ол балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, олардың тәртібіне қарайды. Спорт министрлігі көптеген спорттық іс-шараларды ұйымдастырады. Мәдениет министрлігі мерекелік кештерді және байқауларды жоғары деңгейде өткізуін қамтамасыз етеді. Ақпарат министрлігі мектеп газеттері, әлеуметтік желілерде ақпараттық ашықтықты қамтамасыз етеді. Шығармашылық тәжірибе мен ақпараттық орта. Қазіргі заман мұғалімдері тек қана ақпарат беруші емес, олар креативті, жан-жақты дамыған тұлға. Балалардан керегі тек қана білімге деген ынтымақтастық, ынталы болу керек. Қазіргі заман мұғалімі нағыз шебер, шәкірттеріне деген тек білім беріп қана қоймай, сол білімді алуға деген құштарлығын оятады. Ғылым шексіз мұхит, ал жас зерттеуші сол мұхиттың капитаны іспеттес. Біздің мектебімізде көптеген шығармашылық қасиеттері дамыған және соларды үйрететін тәжірибелі ұстаздарымыз бар. Ғылым, білім жолындағы еңбекқорлық пен табандылық қажет. Мектеп журналы мұғалім мен оқушы арасындағы алтын көпір болып табылады. Ол цифрлық дәуірде де өз құндылығын жоғалтпаған қоғамдық сананы қалыптастырудың негізгі мақсаты болып табылады. Интернет ресурстар мен әлеуметтік желілер. Бізге қазір интернетсіз өмірді елестету өте қиын болып табылады. Біз осы интернет арқылы онлайн сабақтарға, өзіміздің курсымызға және де мәліметтерді алуға өте керек болып табылады. Алайда интернетті дұрыс қолдана білу өте маңызды болып келеді. Біздің мектебімізде Дарын 2 Ақмол, Дарын 2 Консул, Дарын Лига деген мектебіміздің, мектеп парламентінің және де футбол лигасының инстаграм парақшалары бар. Ол арқылы біз мектебімізде болып жатқан барлық мәліметтерді тез арада жеткізе аламыз. Осы интернет арқылы біздің 10 сынып оқушылары ауыл мектептеріндегі 6 сынып оқушыларына ағылшын тіліне қашықтықтан сабақ беруде. Менің ашық университетімде ата-ана мен мектептің ынтымақтастығы, өзін-өзін басқару ұйымы, шығармашы ұстаз бен жас зерттеушілердің белсенділігі, сондай-ақ ақпараттық құралдар, интернет ресурстары мен әлеуметтік желілердің қамтамасыз етіледі. Қорытындылай келе, менің ашық университетім балаларға тек білім беру емес, оларды жан-жақты дамыту, шығармашылық ойлауға және қоғамға бейімделуіне ықпал етеді. Сондықтан білім беру жүйесін дамытуда осы жаңа айта кеткен барлық бағыттар үйлесіп бірге жұмыс жасайтын болса, болашақтың сапалы әрі бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеудің негізгі кепілі болып табылады. Барлық осы бағыттарды қоса, біз тек қана жетістіктерге жетеміз. Назарларыңызға рахмет.